Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта еркін күрестен бапкер Қабдырашев Қайрат. Қайрат, сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Сіздерге де рахмет келгендеріңізге. Алғашқы сұрақ, қай ауылда дүниеге келдіңіз, қай жылы, сосын осы спортқа келуіңізге не себеп болды? Өте жақсы сұрақ. Бұл өзім Қостанай облысы Жангелдин ауданы Қызбел ауылында туып өскем. Негізі спортқа 8-ші класстан бастап келдім. Қазақша күрестен бастаған болатын басында. Сосын кейін қалаға келіп 9 бітіргеннен кейін еркін күреспен айналысып, содан кейін ары айналыса бердік спортпен. Осы Арқалықта басталды осындай еркін күрес? Иә, еркін күрес Арқалықта басталған болатын. 2020 жылдары осында бастадық. Неге еркін күрес басқа спорт түрлері емес? Еркін күрес енді өзім Рудный қаласында айналысқан болатын. 2009-дан 12-ші жылдар аралығында 3 жыл. Онда өзіме қатты ұнады. Күресте ыңғайлы, былай күресуге де былай да былай ыңғайлы. Сондықтан еркін күресті таңдаған болатын. Өзім жақсы көретін спорт түрі мен. Еркін күрестен алғашқы бапкеріңіз болды? Еркін күрестен алғашқы бапкерім жаңа Рудный қаласында Сәрсен Сәнбек деген кісі. Сол кісі жаттықтырған болатын. Алғашқы бапкерім сол кісі. Бапкерлікке қалай келдіңіз? Бапкерлікке өзім негізгі ММА спортында жүрген болатын. Сосын осы біздің Марат Омарханов атындағы спорт клубының директоры, қазіргі Валиев Абзал деген кісі бар. 2020 жылы маған ұсыныс жасаған болатын. Осындай біз 24 жылдан кейін осы Арқалық қаласында еркін күрес ашайын деп жатырмық. Соған бапкер бола аласыз ба деп. Сосын Валиев Абзал деген кісі сол кісі ұсыныс жасап, сол кісінің келісіммен келіскен болатын. Содан бері жұмыс істеп келатырмыз осында еркін күреспен. Бүгінде шәкірттеріңіз арасында үміт күтетін шәкірттеріңіз бар шығар. Соларды атап өтсеңіз. Үміт күтетін шәкірттерім бар, конечно, әрине. Былтырғы осы Арқалық қаласында болған осы Марат Омархановтың турнирі болатын, жылда өткізіледі. Сол турнирда Құсет Айхан деген шәкіртім бар. 54 келі салмақ дәрежесінде чемпион болып, жаңағы поясқа егер бол белдікке иеленген болатын. Сосын өзім 2015, 16, 17 жылы балаларым бар. Серік Әбілмәнсір деген, сосын Оразан Амирхан деген баламыз бар. Одан да жақсы шәкірттеріміз бар негізге. Үміт күтудеміз, Аллаға сәл жұмыс істейміз. Соңғы Теміртауда өткен жарыста жақсы көрсеттіңіздер. Қанша медальмен алып келдіңіздер? Теміртау қаласында барлығы 5 бала апарған болатын. 5 баланың 3 баласы орын алды, 3 балам. 2 балам 1 орын алды, 1 балам 2 орын алды. Онда әр елден республикалық турнир болды. Ақтаудан келді, Астана, Қарағанды, Теміртау, біраз жерлерден келді негізге. Онда 2 балам чемпион болды, жақсы өнер көрсетті. Сосын 1 балам 2 орын алды. Онда финалда шамалы қысын болған сияқты болды. Сосын солай ұтылып қалды. Жаңа жеңіске жеткен балалардың атын атап кетсеңіз. Жеңіске жеткен балалар Оразан Амирхан 18 келі салмақта, және де Соколов Данил 60 келі салмақта алды, және де Серік Әбілмәнсір 2 орын алды, 27 келі салмақта. Жалпы неше салмақта бардыңыз, бала бардыңыз? Мысалы 5 бала қай салмақтарда? Сосын неге аз 5 бала? 5 бала болғанда бұл өзіміздің клубтан іріктеп апарған балалар болатын. Әр салмақта. Мен 18 кг салмақта бардым 2017-18 жылдар арасында, және де 2015-16 жылдар арасында 27 кг салмақта бардым, және де 2017-18 жылдар арасында 26 кг, 26 кг балаларда бардым. Және де 2013 жылдар арасында 60 кг балалар апарған тұғым. Соның 3 орын алды. 5 баладан 3 бала жақсы көрсеткіш негізі. Спорттағы жеңістеріңізге оралайық.
Бушидо Қазақстанға қалай қатыстыңыз, кім шақырды, қалай болды сол? Негізгі мен өзім еркін күреспен айналысқан, бірақ кейін өзіме ұнағаннан кейін ММА спортына ауысқан болатынмын. Енді ММА спортына 2018 жылы келдім. Өзімнің бапкерім Мұқанов Ербол Жабағұлы жақсы тәрбие берді, жақсы жаттықтырды. Ең бір себебі сол осы Ербол деген кісі жаттықтырушы. Мен осы профессиональный жарыстарға, ММА-дан чемпионат қатысқандарға, және де жекпе-жектен бүкіл жарыстарға, облыстық жарыстарға шығарған сол кісі болатын. Сол кісінің арқасы деп айтамын. Bir жағынан осындай жетістікке жеткенім, және де осындай тренер болып, жаттықтырушы болып жұмыс істеп жатқаным сол кісінің еңбегі өте көп негізгі. Оны айта кетсе болмайды. Солай келдім кейін. Бушидо Қазақстан жарысы өтті ғой, осыдан 4 жыл бұрын. Сол жарысқа кім шақырды, қалай қатыстыңыз? Өзі Қазақстаннан өзі 16 адам ғана қатысты, солай бір салмақта. Ол жарысқа негізгі облыстан сұраған болатын, Қостанай облысынан. Сосын облыстан біздің тренерге хабарласып, тренер маған хабарласты, осылай қатыса аласың ба деп. Мен сразу келістім, қатыса аламын деп. Солай қатысып кеттік. Солай басталды негізі. Сол кезде облыс чемпионсыз? Ол кезінде өзім салмағында облыс чемпион болған болатын. Құрметті көрермендер, Бушидо Қазақстан жарысы Қазақстаннан жиналған 16 адам қатысып, соның ішінде Қабдраш Қайрат бауырымыз бар. 89-да 84 килограмм. 84 келі салмақта чемпион болды Игорь Сверид. Сол қалай болды? Негізі ол сенде 2-0. Ал ода 22 проф бой, сенде 2 проф бой болды, айырмашылық 20 проф кәсіпқой, мысалы жекпе-жектеріңіз мысалы. Сол қалай қатты айырмашылық болды ғой, өйткені жер мен көкте, мысалы 2 рет кәсіпқой жарысқа шығып, 22 рет шыққан адаммен көп қой негізі айырмашылық. Ауыр болды ма сол жарыс? Сол жарысты айтып өтсеңіз. Бұл кездесу өте қиын болды негізгі. Bir жағынан өте мықты, бір жағынан өте тәжірибелі боец десек болады. Енді өте жақсы жарыс өтті онда. Қолымнан келгенін істедім. Екінші раунд енді қылғындырып атып қалдық. Енді ойлаймын, жақсы жарыс болды. Сол жобаның чемпионы жаңағы қарсыласыңыз болды ғой? Жобаның чемпионы. Сол одан кейін менен кейін бір боец тұтты, одан кейін финалға шықты. Финалда қырғыз боецімен шығып, сонымен бірінші орын алды ғой. Бірінші орынға жаңа машина, автокөлік машина. Енді өзіңіздің бапкерлігіңізге оралайық. Жаттығу процесі қалай өтеді? Қандай тәсілдер қолданасыз? Енді бүкіл жаттықтыру, жаңа жаттығуда ең бастысы дисциплина дейді ғой, тәртіп болу керек негізгі. Өзімнің жаңа айтып отырмын ба, жаттықтырушым Мұқан Ербол айтқан сияқты, ең басты тәртіп болмаса ешқашан жаңа спортшы жетістікке жетпейді. Қайда болса да сұрану керек, мысалы бүкіл жерге сұранып, бапкерден сұранып негізгі шығу керек. Қай жаққа болса да тәртіп болған жерде бәрі болады. Енді мен көбісіне 5 жас пен 10 жас аралығында балалар дайындаймын. Олармен енді шамалы қиындау жұмыс істеу. Өйткені онда балалар қазір үйдің жаңа еркесі десек болады, мысалы үйдің бозығы десек болады, сондай балалар, көбісі солармен айналысамыз. Алла қаласа әлі жетістіктер жетеді деп ойлаймыз. Алла қаласа әлем чемпионы, олимпиада чемпиондары шығады деп ойлаймыз осы кішкентай балалардан.
Қазір балалармен жұмыс істеу қиын ба, әлде ата-анамен жұмыс істеу қиын ба? Қазіргі уақытта балалардан гөрі ата-аналармен жұмыс істеу қиын. Өйткені балалар мысалы бір жер ауырып қалса да, бір жер сызылып қалса да, сразу ата-аналары звондайды да, не болды балама деп. Бұрынғыдай емес та, қазір басқаша. Ата-анамен, баламен емес, ата-анамен жұмыс істейсің да қазір. Өйткені жаңағы ата-аналар звондайды, балама не болды, балам неге осындай болды, балам не мынандай болды деп мен түсіндіріп айтамын сол кезінде. Осындай енді күрес болғасын, бәрі болады, сырылу болады, мұрын қанау болады, тағы бірінші болады деп. Енді Алла қаласа бұлар олимпиада, әлем чемпионы ғой. Сондықтан соған бәрі төзе білу керек деген сияқты түсіндіріп айтамын ата-аналармен өздеріне. Қазіргі жастар мен бұрынғы спортшылардың айырмашылығы? Енді қазіргі балалардың бұрынғы балалардың айырмашылығы. Қазіргі балалар ең бірінші сотқа қарайды. Сотқа көп қарайды үйде. Мысалы тренинг 2 сағат па, 2 сағат болса қалған уақытында сотқа қарайды. Көбісін үйге барғанның өзінде де. Бұрынғы уақытта біздің кезімізде мысалы соткалар болған жоқ. Тек қана біз көшеде жүрсек дайындалып жүретін болдық. Турникке тартып, брусья жасап, жоқ дегенде сондай әдемі жасап істейтін болдық. Енді Алла қаласа енді балалар, қазір балалардан да сондай күтеміз, чемпиондар шығады деп ойлаймын енді. Спортшыларды үлкен жарыстарға психологиялық қалай дайындайсыз? Үлкен жарыстарға енді ең бірінші балаларды жарысқа шықпастан өзім каберді жарыс өткіземін. Отбор жаңа іріктеу жарыстар, облыстық жарыстарға сонда балаларға үйретем психологиялық түрде мықты болу керек, жарысқа шыққаннан кейін ер бала мықты болу керек, шымыр болу керек деп, сосын ақырын одан кейін облыстық жарыстарға, республикалық жарыстарға уже шығара береміз. Еркін күреске келген балаларға қандай кеңесіңіз бар? Еркін күреске келген балаларға енді ең бастысы ары қарай алып кету, осы күресті. Кейбір балалар болады, бір жеті келеді, басқа спортты көреді. Бір спорт бастағаннан кейін негізі өз басым соңына дейін аяқтау керек деп ойлаймын. Көбісі бір жарысқа, бір айдан кейін, бір екі айдан кейін жарысқа шығады да уже жаңағы сынып қалады көбісіне. Мен ештеңе шықпайды. Немесе мен өзім жарысқа шыға алмаймын, өзі әлсізбін деп ойлайды да. Ол бір ай, екі айда нәтиже болатын нәрсе емес бұл негізгі. Көп айналысу керек, 4-5 жыл. Бізде балалар бар мысалы, 10 жасқа барып орын алмаған балалар бар мысалы. Мысалы 5 жасқа барып орын алмаған балалар бар. Ақырын сразу болмайды да нәтиже, ақырын болады да. Сондықтан түсіндіріп айтамын ол балаларға. Шамалы шыдамды керек, сабыр керек шамалы. Дайындалыңдар, тренингтен кейін қалып дайындалыңдар, жарты сағат, 1 сағат дайындалыңдар деп түсіндіріп айтамын өзім. Талант пен еңбектің айырмашылығы, мысалы кейбір балалар болады, мысалы талантты болады, біреулері болады, мысалы еңбекқор болады. Екеуінің қайсысы маңызды? Енді бұл спортта енді еңбекқор бала маңызды, өйткені кейбір балалар болады, мысалы үлкен салмақта жарысқа барады, 2 шақ бала болады, 3-ші орын алып келеді, 2-ші орын алып келеді. Сондай болады. Мысалы кейбір балалар болады, пахать етеді, жаңағы дайындалады, бірақ барады, 10 бала болады, или жарыста жаңағы жақсы балалар болады, басын орын алмай қалады. Сол негізгі еңбекқор балаларға негізгі Алла қаласа болашақта жеңіске жетеді. Екеуі екі түрлі ғой негізгі. Еркін күресте тек қана физикалық емес, тактикалық дайындық та маңызды. Сол жағына қалай жұмыс істеп жатырсыз? Енді еркін күресте дұрыс, өте орынды сұрақ бұл. Бізде көбісіне физикаға береді ол бізде көбісіне. Кішкентайлар болсын, үлкендер болсын. Бізде бүкіл жағдай жасалған, залымызда жаңа гирлар болсын, гантельдер болсын, резина болсын, техника жөнінде жаңа балалармен жұмыс істейміз, резиналармен жұмыс істейміз. Сосын және де гирлар бар, шамалы гантельдер бар, балаларға көтеретін, солармен жұмыс істейміз. Физика жөнінде де, және де техника жөнінде де жақсы дайындалып жатыр негізгі. Бүгінгі спортшылардың ең басты қателігі не деп ойлайсыз? Бүгінгі спортшылардың ең басты қателігі сотқа ғой, айтып жатырмын ғой, сотқа шықпау ең басты қателігі.
сотканы көп көреді. Ең басты қателік сол деп ойлаймын өз басым. Сотканы көп қарамау керек, көп болса жарты сағат, бір сағат, сосын қалған уақытын жаңа оқуға, білімге, жаңа тренировкаға, жаттығуға негізі көңіл көп бөлу керек негізгі. Өз басым сол сотка деп ойлаймын. Серік Кәбілмансұр ұлыңыз екенін білеміз. Сіз қалай, қатал бапкерсіз ба, әлде жұмсақсыз ба өзіңіздің ұлыңызға? Мысалы, сабақтан келді, шаршап тұрмын, болмаса ауырып тұрған сияқтымын деп мысалы сылтауыр айтатын кездерде, жарайды балам демала бер дегендей бола ма, әлде тұр кеттік дайындыққа барасың деген сондай ма? Қандай екенсіз? Жұмсақ, қатты? Енді мен осы арқалықта ата-аналарым бар, мысалы ата-аналарым барлығы басшы білет мен қатаң жаттықтырушы екенімді. Мысалы жаттығудан шамалы кешігіп қалсам да отжимание приседание істететінімді барлық білет негізгі. Мен сол сияқты өзім ұлыма да қатаңмын. Жаңағы өз шаршап тұрса да негізгі өзімен бірге алып барам. Жоқ дегенде ана жерде шамалы скалка теуіп немесе резина тартып жаңағы жаттығулар істеген абзалырақ деп үйде отырғанша. Енді көбісіне қаталырақ боламыз енді, өйткені болашақ қатал болмасам болмайды. Болашақ енді балаңды аясаң аяма дейді ғой, сондықтан болашақ аямайды оны. Сондықтан қазірден бастап қатал тәрбие алады. Хоббиіңіз бар ма? Болса қандай? Хобби болғанда қатты бір әкетіп бара жатқан хобби жоқ. Жаттығудан кейін жаңағы соңында темір көтереміз, шамалы хоббиіміз сол. Жаттығудың арасында балалар мысалы тарап кеткеннен кейін өзіміз турник, брусья дегендей, шаң көтеру, жер көтеру деген сияқты сондай шамалы хоббиіміз бар. Ауылға барып балық аулау деген ондай қызықпайсыз ба? Негізгі балық аулауға қызығам. Демалыс уақыттарында айына бір рет болсын, 2-7-сіне бір рет болсын ауылға барып, жаңа туған жеріме барып, Қызбет ауылына барып балық аулап, ондай да хоббиіміз бар негізгі. Күреске оралайық. Марат Омарханов атындағы еркін күрес спорт мектебі. Осы Марат Омарханов ағамыз туралы айтып кетсеңіз. Марат Омарханов деген кісі негізгі осы еркін күрес спорты бойынша, еркін күрестен СССР-дің мастер орындаған кісі негізгі. Спорт шебері. Жыл сайын осы кісінің атынан жарыстар болады, Қырғызстан елінен, Өзбекстан елінен осы арқалыққа жарысқа келеді көбіне, жыл сайын. Жыл сайын осы июнь айында бізде осы Марат Омархановты еске алуға арналған турнир болады. Жыл сайын осы Дагестан, Қырғызстан, Өзбекстан 5-6 мемлекеттен келеді барлығы. Өте жақсы күрес болады, негізі бізде өте жақсы схваткалар болады жылына. Алла қаласа биыл да өткіземіз деген ойда бар негізгі. Біздің мұнда ең басты айтып қоятын нәрсе, ең басты спонсорымыз жарысқа деген жаңа Марат Омархановтың інісі Самарат Омарханов деген кісі. Осы кісіге көп рахметімізді айтамыз. Жыл сайын осы жарысқа спонсорлық жасап, жарысымызды өткізіп береді. 2020-дан бастап 5 жыл қатарынан болып келе жатыр, осы? Осы тоқтамай. Карантин уақытында болған жоқ, қалған уақытта постоянно болып жатыр. Алдағы мақсат жоспарларыңыз қандай? Алдағы мақсат жоспарларымыз өте көп. Алла қаласа осы облыс чемпионы болсақ, Қазақстан чемпионы болсақ, әлем және де олимпиада чемпионы болсақ деген ниеттеріміз бар. Алла қаласа соған қарай жұмыс істеп жатырмыз өзіміз. Ол үшін көп жұмыс істеу керек болады бізде. Қазіргі жастарға болмаса спортшыларға бір өзіңіздің тілегіңіз? Жастарға айтарым қазір енді тыныш жүру керек, ең бастысы тыныш жүру керек, спортпен айналысу керек, және тәртіпті болу керек өте. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Сіздерге де көп рахмет, Алла разы болсын. Алдағы жарыстарда, дайындықтарда тек қана сәттілік тілейміз.